Майкл Джерард Тайсон, ауыр салмақтағы американдық кәсіпқой боксшы. WBC, WBA, IBF және The Ring нұсқалары бойынша әлемнің бірнеше дүркін чемпионы. Майк Тайсон 1966 жылдың 30 маусымында Бруклинде дүниеге келген. Майктың әкесі баласы туылмай тұрып, отбасын тастап кеткен. Тайсонның Родни деген ағасы, Денис есімді әпкесі бар. Бала кезде Майк жұмсақ мінезді болған. Ол ағасы Роднидан да, сыныптастарынан да көп таяқ жеген. Майк кептер өсіргенді жақсы көреді. Қазіргі таңда оның 2000-нан аса кептері бар. Бірде жергілікті бұзақы Майктың кептерін тартып алып, өлтіріп тастаған. Ашуланған Майк бұзақыны аямай сабап тастаған. Осыдан соң Тайсон көше бандиттерінің құрметіне ие болған. Жаңа достармен бірге Майк ұрлық жасап, дүкен тонай бастаған. Осы үшін ол бірнеше рет кәмелетке толмаған қылмыскерлер мекемесіне жабылған. Бірде Майк отырған түзету мекемесіне Мұхаммед Али келіп, қиын жастармен әңгіме жүргізген. Дәл осыдан соң Майк бокспен айналысуға шешім қабылдаған. 12 жасында Тайсон кәмелетке толмаған қылмыскерлерге арналған мектепке жіберілген. Онда ол өзінің алғашқы жаттықтырушысы Бобби Стюартпен танысқан. Стюарт Майкты 1978-80 жылдары 2 жыл жаттықтырып, кейіннен оны атақты жаттықтырушы Каз Таматомен таныстырған. 1981 жылы Майк жастар арасындағы олимпиадалық турнирдің чемпионы атанды. Тайсон келесі жылды да сәтті өткізіп, 1983-84 жылдары ұлттық чемпионаттың алтындарын алған. 1985 жылы Тайсон кәсіпқой бокста дебют жасады. Осы жылы ол 15 кездесу өткізіп, барлығын нокаутпен жеңген. 1986 жылы Тайсон Майк Джеймсон, Стив Зоуски, Джеймс Тиллис, Реджи Гросс және Митч Грин секілді мықты қарсыластарды жеңді. Сонымен қатар Майк бір рет жеңіліс көрген Марвис Фрейзерді 30 секундта ауыр нокаутқа жіберген. Осы кездесуден кейін Фрейзер бір жолата боксты тастап кеткен. 1987 жылдың қарашасында Майк WBC әлем чемпионы Тревор Бербикті жеңген. Бұл кездесу Тайсонға $1,5 миллион және ауыр салмақтағы ең жас чемпион атағына келді. Кейіннен нокдаунға түсіп көрмеген Пинклон Томасты да жеңді. Майк Тони Такер, Тайрел Бикс және Ларри Холмсты да жеңіп, ауыр салмақтағы ең жас абсолютті чемпион атанды. Триумфтан бөлек сәтсіз кездесулер де болды. Мәселен, 1990 жылы бір қарағанда әлсіз көрінетін Джеймс Бастер Даглстан жеңіліс тапты. Мың 1991 жылы Майк Род-Айленд штатының қарамейсі Дезире Вашингтонды зорлады деп айыпталды. Ол 6 жылдың 3 жылын отырған соң кепілдікпен босатылды. 1995 жылы Майк рингке қайта оралып, бір қатар жеңістерге, ақшаға және әлемнің 3 дүркін чемпионы атағына қол жеткізді. 1997 жылдың жазында Эвандер Холлифилдке қарсы кездесуде Тайсон қарсыласының оң жақ құлағының бір бөлігін тістеп алған.
Кездесу төбелеспен аяқталып, Майк боксерлық лицензиясынан айырылды. Сонымен бірге ол $3 миллион айыппұл төледі. 1999 жылы Майк рингке қайта оралды. Алайда сыншылардың пікірінше, бұл бұрынғы Тайсон емес еді. Оған қоса боксшыда семіздік, есірткі және заң бұзушылық секілді мәселелер туындай бастаған. жылы британдық боксшы Леннокс Льюиске қарсы ең кассалық кездесу болды. Леннокс Майкты нокаутқа жіберді. Ал 2005 жылы танымал емес ирландық боксшы Кевин Макбрайттан жеңілген соң Майк карьерасын аяқтайтынын жариялаған болатын. Бұл жылдары Тайсон қаржы жетіспеушілігінен зардап шегіп жүрген еді. Тіпті банкрот болғанын да жариялаған. Қаржы жағдайын жақсарту үшін Тайсон белсенді түрде кино мен сериалдарға түсе бастайды. Майкты Рокки Бальбоа, Мальчишник в Вегасе, Ип Ман 3 секілді кинолардан көруге болады. 2020 жылы Тайсон Рой Джонспен шоу кездесу өткізіп, нәтижесінде тараптар тең түскен. Майк Тайсон 3 рет үйленген. Актриса Робин Гивенске, педиатр дәрігер Моника Тернерге. Ал 2009 жылдан бастап Лаки Спайсерге үйленген. Тайсонның 7 бала шағасы бар. Тайсон ислам дінін қабылдаған. Мұсылманша аты Малик Абдул-Азиз. Майк 2009 жылдан бастап веган болған, 40 килограммға азған. Майк өзінің бетіндегі татуировкасын 2003 жылы Клиффорд Этьенді жеңген соң жасатқан. Тайсон боксқа атсалысу үшін Iron Mike Productions промоутерлік компаниясының негізін қалаған.